Бәріңізге шай, сіздермен казахский тигр. Лайк пен подписка. Ал фильм атауы «Человек швейцарский нож». Кеттік бастаймыз. Алдарыңызда көріп тұрсыздар, кішкентай ғана остров, мына жерде сақал өсіп кеткен жігіт асылайын деп тұрғанын көріп тұрсыздар. Не істерін білмей адамды көріп қалады. Асылайын деп құлап кеткенде адамды көріп не істерін білмей шайқалып құлай қалады. Сол жаңағы адамға жүгіріп барады. Бұл Хэнк деген жігіт, біздің главный герой. Хэнк мынау жігіт тірі ма деп қуанып тексере бастайды, жүрек қағысын тексеріп, бірақ түкті де байқамайды. Хэнк бұл немене сұмдық дегендей жаңағы қайтадан белдігін алып асылу деп үміт көре бастайды. Асылам деп отырған Хэнкті көріп тұрсыздар. Ашулы бір мезетте жел шығарып атқан жігітті көреді. Ол тірі деп қуанып кетсе, жүгіріп барады. Ол жаңағы жел шығарып не істейді екен, анамен айдап кетеді жынды сияқты. Анамен жел шығарып байкта жүргендей кәтеніп ап, анамен кетеді. Оның управлениясын справляться етпей құлайды Хэнк. Сосын Хэнк жаңағы қарап оянса басқа бір островта екен. Көзін ашады жан-жағына қарап. Қараса анау жігітте жатыр екен жаңағы. Қайтыс болған жігіт. Оның жанына барып, оны рахметін айтып құтқардым деп өзінің жаңағы соткасын алып шығады, сейтті тексереді, сейт жоқ екен бір қараса. Сосын екеуі отыра беруге болмайды деген шешімді қабылдайды Хэнк. Хэнк жаңағы жігітті алады да таси бастайды, бірақ ауыр екенін біледі, оңай емес. Оны бірнеше қылып тасып, не істерін білмей ойлана бастайды. Сосын өзінің инженерский миын қозғалтып жаңағын байлап алады, өзімен көтере бастайды. Сосын жайлап шарлай бастайды бүкіл жерлерді, не бар екен деп. Анау жаңағы жігіт жел шығарады. Сосын бір мезетте пробка тауып алады, адамдардың заттарын. Сосын пробканы бір жеріне салып қояды жігіт, жел шығармасын деп ішіндегі. Екеуі зерттеп жүреді. Бір мезетте мынау түн болады, бір үңгірдің ішіне кіріп кетеді, жаңағы не суды ішеді. Анаған жаңбыр жауып отқанда су толтырып қояды пакеттеріне, нелеріне. Сосын жаңағы жігітке колыбелін айтып, өлең айтып ұйықтата бастайды. Бір мезетте мынау енотты көреді, еноттың артынан жүгірем дегенде жаңағы су жинап қойған затын төгіп кетеді. Сосын тастап кетіп бара жатқанда жігіттің аузына су шығып жатады. Оның аузына суды құйып, су іше бастайды Хэнк. Жаңағы жігіт жаңағы сырылдап даусынан Мэни деген ат шығады. Сосын Мэни деген ат. Шошып кетеді даусын көргенде. Шошып бір ағырып, бір нестен қуанбастан қорқып, сосын не істерін білмей бір жетте қуана бастайды. Сосын өмірдің смыслын түсіндіре бастайды. Өмір деген не, үйлену деген не, қыздар деген не, жайғдайын бәрін түсіндіріп, өмірдің смыслы осындай деп түсіндіре бастайды. Сосын екеуі ашыланып қалжыңдасады, екеуі не істейді, фото көре бастайды. Қыздардың функциясын түсіндіре бастайды. Қыздар өйстейді, бүйтеді дегенде Мэни тіріле бастайды, жүрегі соғып, бір жері дүниесі бәрі тіріліп, оны компас ретінде қолданады. Направленияны тапқызып. Сосын компас қылады бір жерін, жаңағы Мэнидің дүниесін. Екеуі кетіп баратқанда жаңағы дәу хищниктің жаңағы несіне кездейсоқ болады. Сосын оны екеуі тұрауға болмайды, бұл жерде көп болуға болмайды деген шешімді қабылдап, екеуі қаша жөнеледі. Оны лақтырған бетте анау бірге құлайды. Бірге құлап біткенде жаңағы бір қызды көріп қалады. Бұл менің әйелім, менің жолдасым шығар деп Мэни ойлап қалады. Сосын көңілін қалмау үшін, иә, бұл сенің қызың деп. Оны не болса да табу керекпіз дейді Мэни. Сосын анау образға кіріп сцена құрай бастайды, актерский рөл ойнай бастайды. Анау қызды келтіріп, анау жігіттің памятін освежать етейік деп. Сенің қызың деп көңілді қалдырмай, бүкіл сценаны құрап, екеуі бір-бірімен жабысып, қызығып, бір-бірімен сцена құрай бастайды. Мынау қыздың рөліне қатты кіріп, ананың көңілін аулай бастайды. Сосын екеуі достасып, сосын бүкіл функциясы бар екен. Мынау швейцарский нож сияқты екен жігіт. Бәрін істей алады. Тасты да атады, пулемет сияқты. Оқты да жасайды, бәрін істейді екен. Сосын жаңағы бір кезде Аханды тауып алады, Ақты. Екеуі ішеді. Сосын образға кіріп, бір-бірін сүйе жалдайды. Мынау образға қатты кіріп кетіп, ананың көңілін аулайым деп. Екеуі келесі күні анау неге прогулкаға шығады, енді дальше движение бастайық дегендей. Соң бір мезетте мостты көреді, мосттан өте бастайды. Жайлап бісміллә деп өтіп бара жатқанда екеуі құлай кетеді. Оны жаңағы жіп ұстап қалады екеуін. Аман есен жын ұстап, екеуі бір-біріне тілектерін айтып жатқанда жіп үзіліп, бірнеше жаңағы суға кіріп кетеді. Дүниесінен пробканы алып шығып, желдетіп, фантастика сияқты шығып кетеді. Екеуі қайтадан кездеседі, жүреді, сосын от жағады. Екеуі сөйлеседі, ана әкем туралы айтады, әкесі бір жылда бір рет сөйлесеміз, хат туралы сөйлесеміз. Сенің көргеніне бақыттым дейді жаңағы трупты, өлікті. Сен ғана мен смыслымды қостың өміріме, рахмет саған дейді. Екеуі қыдырып әңгімелесе бастайды. Бір мезетте
светті көреді машинаның. Сосын сеттің пайда болғанын көріп тексере бастайды. Мынау жаңағы ұнатып жүрген қыз, наның қызы екен, мынау ұнатып жүр. Бірақ бұның семьясы бар екен, соны шындықты айтады. Бұл мен қызды автобуста көріп қалдым, бірақ батылым бармады бұл қыздың артынан баруға. Фоткама түсіріп алдым дейді жаңағы қызды. Өмір жағдайын айтып, екеуі-бірімен сөйлесе бастайды. Бір мезетте үлкен медведь келе қалады. Үлкен медведьқа атайын деп жатқанда пулемет жақтан қызды көріп мұнайып қалады Мэни. Соның бәрі өтірік болған екен деп жүрегі ауырып, Мэни бір мезетте жата қалады, түк істей алмай. Оны жаңа Хэнк қуа бастайды анау аюды. Екеуі бірнеше қашып анау желдеткішімен төбеге дейін кетіп қалады, ағаштың үстіне дейін. Мэни сосын жылай бастайды. Бұның бәрі не болды сонда? Қыз ғана емес, важный деп Хэнк түсіндіре бастайды. Сосын Хэнк өмірінің смысл жоқ деп құлай салады. Хэнкті медведь алып баратқанда жаңағы Мэйли ойлана бастайды. Бірақ мен досым бар ғой, мен досым үшін енді бірнеше көмектесейін деп Мэни құлай кетеді, талдың үстінен тұрып бірнеше жүре бастайды Мэни. Анау жаңағы аюды қуам деп өтірік бірнеше отқа секіріп тұрып құлап қорқытады анау аюды. Аю кетеді, томпан айтып үйіне қайтады в общем. Сосын жаңағы Хэнк пен Мэниді ұйықтап тұрса ананы тасып баратыр екен жаңағы Мэни, жүріп кәдімгідей. Хэнк ояулы, қайдамын десе жаңағы Сараға жетіп қапты, төбелесе бастайды. Ей, мен бармаймын да өтірік босқа келдік, не істеп жатсың деп екеуі төбелесіп бір-бірін сүңкілдетіп күмпілдете бастайды. Аузына сап жүреді қолын. Бірімен шайқасып атқан өмір. Ол екеуінің беседасына кішкентай ғана қыз араласа кетеді. Кімсіңдер деп. Сосын жаңағы шоштат қызды Мэни өзінің ісімен. Жаңағы мамасы шығады Сара. Сара айтады, не болды, не сұмдық, жаңағы өлікті көреді. Сосын жігітті көріп полиция бәрін шақыра бастайды. Бүкіл қызметкерлерді. Бәрі келе жатыр больницадан. Сосын мен туралы ештеңе айтпа деп үндемей қалады Мэни. Таза үндемей кетеді. Сосын жаңағы Хэнк бәрін естіп қояды. Бұны жаңағы ешкімге белгісіз өлік сияқты жерлей саламыз, бүйте саламыз деп. Оны естіп болған Хэнк ашулы. Сосын жаңағы Хэнктен сұрай бастайды, сіз Мэнисіз ба? Жоқ, мен емес, мен Хэнк, Мэни анан ішінде жатыр дейді. Жаңағы соткасынан көріп қалады, сіз мені не істеп жүрсіз, аңдып жүрсіз ба деп қорқып шошып кетеді. Сосын Хэнк жаңағы мені досымды бермеймін ешкімге, бұл менімен қалады деп қаша жөнеледі полиция қызметкерлерден. Қашып жөнелгенде бәрі қуып жүр наның артынан, көріп қалады мынау екеуі қалай өмір сүрген, не құраған. Бір мезетте жаңағы пляжға дейін жетеді Хэнк пен Мэни. Хэнк пен Мэни пляжға жеткенде бүкіл сотрудниктар, бүкіл адамдар жиналып тұр. Түсінбестен, бұндай жағдайда не істерін білмей, бұл түрі бәрін істей алады, бұның қаншама функциясы бар деп көрсетеді, бірақ ол үндемейді. Оны жаңағы қызметкер ұстап алады. Наручник тағып атқанда желдете бастайды бүкіл күн. Мэни керемет желдеткіш функциясымен жөнеліп кетеді басқа жаққа. Осымен фильм аяқталады. Сіздермен болған Казахский тигр жігіттер, енді бір 1000 лайк жинаймыз деп ойлаймын. Тек қана жақсылықта, аманшылықта кездесіп тұрайық. Әлде керемет видеолар болады. Жақсы, рахмет сіздерге.